Тақырып су тұз алмасуы, бүйректің жалпы құрылысы мен қызметі. Дәріс жоспары құстардың зәр шығару жүйесінің ерекшелігі, құстардағы су алмасуға бейімделуі, тұз алмасуды бақылау. Жалпы құстардың ішкі құрылысына тоқталатын болсақ, жалпы ішкі мүшелерінің ішінде біздің бүгінгі қарастырып отқан зәр шығару жүйесі дененің тұлға бөлігінің арт жағында жамбас қуысында орналасқан бүйректен басталады. Сонымен қатар байқағаныңыздай несеп ағар қуықсыз бірден клоакаға ашылады. Бұл біздің құстардың зәр шығару жүйесіндегі ерекшелік қуықтың болмайтындығын көруге болады. Жалпы зат алмасуда заттың тез ыдырауы, тез қорытылуы, зәрдің тез жиналуы бұл құстардың әлсін саңғырығын тастауына себепші болады. Мұның бір дәлелдері сіздердің құс ұшып баратқан кезде саңғырығын тастап кететіндігі. Күніне құс баққан адамдар біледі, бірнеше мезгіл тазартуды қажет ететіндігі. Бұл құстардың асты тез қорытып, зәрді тез сүзіп, қалдығын саңғырық түрінде шығарып отыратындығын дәлел болып табылады. Енді әрі қарай қарайтын болсақ, омыртқалылардың бүйрек құрылысы эволюциясы бойынша мына алдарыңыздағы суретте бүйрек эволюциялық тұрғыдан бас бүйрек пронефроз, тұлға бүйрек мезонефроз, жамбас бүйрек метанефроз қалыптасуымен қабат жүреді. Әуелгі мысалға қандауыршаларда пронефроз бас бүйрек болса, балықтарда, қосмекенділерде тұлға бүйрегі мезонефроз болады. Ал амниоттарда, жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілерде жамбас бүйрегі қалыптасқан. Мына суретте қарайтын болсақ, жалпы алғанда омыртқалылардың бүйрек құрылысының ерекшелігі, мысалға бірінші арқа қолқасы, одан кейін сыртқы мәлпиғи түйіні, үшінші нағыз мәлпиғи түйіні, төртінші воронкалы бас тұлға бүйрегінің өзекшесі, мына жерде 5-ші Мюллер каналының қалыңдығы, сондай ақ мына 7-де сарымен боялған бас бүйрек, қызғылт түске боялған 8-ші тұлға бүйрегі және 9-ші жамбас бүйрегі бейленген. Сонымен бірге 10-ші бас тұлға бүйректің несеп ағары, 11-ші екіншілік несеп ағар бейнеленген. Бұлар артқы шекке келіп ашылады. Бұл 5-ші нөмірмен бейнеленген. Жалпы бұлардың ашылуы клоакаға келіп ашылады. Бұл 12-ші суретте белгімен көрсетілген. Міне осындай ерекшеліктері бар. Енді омыртқалылардың зәр шығару жүйелерін салыстырмалы сипаттама беретін болсақ, алдарыңызда кестеде балық, бақа, құс, адам келтірілген. Бұлдағы зәр шығару жүйелері, мысалға, әуелі балықта, мысалға, қуық бар, бақада қуық бар, құстарда қуық жоқ. Ал сүтқоректілерде міне адам көрсетіліп тұр, онда қуық көрсетілген. Осымен бірге бұл зәр шығару жүйесі мен ас қорыту жүйесінің байланыстылығын байқауға болады. Мысалға, балықтардың ішінде сүйекті балықтар зәр шығару жүйесі несеп жүйесі арқылы бөлек ашылады. Себебі ас қорыту жүйесі анал тесігінен аяқталған. Ал шеміршекті балықтарда, бақаларда, құстарда клоака бар. Сондықтан ас қорыту жүйесі мен зәр шығару жүйесі бір кеңістікте ашылған, клоакада ашылған. Ал сүтқоректілерде керісінше уже мына сүйекті балықтарға ұқсас анал тесігінен аяқталуына байланысты несеп жүйесі бөлек, әрқайсысы бөлек ашылады. Міне көріп отқан бүйректерді салыстыратын болсақ, құстардың бүйрегі 3 бөліктен тұрады. Бұл зәр шығару жүйесінің ерекшеліктеріне байланысты. Қуықтың болмауының себебі несеп қышқылының қойылуына байланысты ол несеп жолын бітеп тұтамас үшін қуық жойылған дегенде болжамдар айтылады. Енді жалпы зәр шығару жүйесін айтқан кезде
жыныс жүйесін қоса айтылады. Мысалға құстардың несеп жыныс жүйесін мына суретте көрсетілген. Соны атап көрсетіп кететін болсақ, бірінші аталық безі көрсетілген, екінші аталық безінің жолы, үшінші бүйрек, төртінші клоака, бесінші аналық безі, алтыншы аналық безінің жолы, яғни воронкалы басталатын аналық безінің жолы. Жетінші оң жақ аналық безінің жолының қалдығы. Жалпы құстарда сол жақ аналық без дамыған, оң жақ дамымаған. Соған байланысты несеп жыныс жүйесінің ерекшелігін осы жерден байқауға болады. Әрі қарай жалғастыратын болсақ, құстар класының зәр шығару жүйесінде манағы айтып кеткен бүйрек несеп ағарымен бірге қуықтың болмауы бұл өзіндік ерекшелік болып табылады. Зәр қышқылды экскременттермен бірге ақ боқтқа күйінде клоакадан шығатындығы көрсетілген. Енді құстар барлық амниоттардағыдай жамбас бүйрегінің дамуымен сипатталады. Мынау сол бүйрек құрылысының ерекшелігіндегі зәр сүзілу процесінің өтіп жатқан көрінісі. Бүйрек қан тамырлар сұйықтығының сүзілуінен қамтамасыз етілгендіктен рептилийдегідей соңғы өнім несеп қышқыл болып табылады. Зәрге қарағанда оны шығару үшін судың көп мөлшері қажет жоқ. Бүйректің өзек қуысына сүзілетін ураттардың көпшілік бөліктері, яғни ураттар деген несеп қышқылының тұздары, көпшіліктері ерітілген өте ұсақ компоненттерден тұратын түйіршік формалы болады. Осындай форма несептің қою суспензиясы түрінде тез ағып кетуіне мүмкіндік береді. Жиналғыш өзекшелердің және несеп жолдарының клеткаларында көп мөлшерде муцин болады. Ол қою несепке несеп қышқыл кристалдарын тұндыруға әсер етеді. Несеп шығару және пайда болу процесінде алғашқы құрамда суды қайта сіңіріледі. Сондықтан зәр шығару процесінде су шығындарының деңгейі біршама төмендейді. Құстардың бүйректері өте күрделі. Оның нефрондары әртүрлі типті. Біреулері рептилийлерге ұқсас болса, басқалары нефрондары сүтқоректілерге ұқсас. Рептилий типтерінің нефрондары сүтқоректілерге тән шумақ тәрізді бөлігінің болмауымен сипатталады. Маммалиялық типтің нефрондары бүйрек қуысының қыртыс қабатынан шықпайтын қысқа шумақтары болады, немесе бүйректің қыртыс қабатында тереңденген гения типтерінің шумақтарынан тұрады. Бөліктерге шамалы бөлшектелген бүйрек қыртыс қабаты шумақтарының нефрондарының барлық үш типтерінің проксималды және дисталды өзектерінен, сонымен қатар несеп жинайтын түктерден және қан тамырлардан тұрады. Бүйрек ми қабатының негізгі функционалдық бөлігі маммалиялық типке жататын нефрондардың ұзын шумақтары болып келеді. Олар қосылып, ақырындап үлкейтіп ағыстарға қарайды. Құстарда бүйрек астаушасы болмайды. Несеп түтігі несеп арқылы клоакаға шығады. Алғашқы несеп қан қысымы әсерінен бүйрек шумақтарынан сүзіліп, сүзгіш жолында пайда болып, қан плазмасынан біркелкі концентрациялы болады. Өйткені шумақталған сүзгіштердің қан плазмасындағы түтікшелер арқылы тек су ғана емес, сондай-ақ плазманың құрамында басқа заттар, ірі молекулалар, ақуыздар, басқалар өтеді. Судың қайтадан сорылуы проксималды нефронды түтікшелерінде басталады. Оның механизмі осмос қысымымен тікелей байланысты. Проксималды түтікшелерде глюкоза мен хлорлы натрий ресорбциясы өтеді. Бұл заттардың концентрациясының жоғарылауының нәтижесінде жанындағы ұлпаларға осмостық күштердің әсерінен қабырғалары бойлай өтеді. Және осмостық түтікшелер сұйықтығы және қан плазмасы бұл жағдайда сақталады. Енді әрі қарай құстардың құрлықтағы құстарды қарастыратын болсақ, жалпы құстар құрлыққа шығуына байланысты олардың тіршілік жағдайында ылғалдылық өзгеріп тұрады. Бұл жануардың организмде жұмсалатын ылғал су ішумен және қорек заттармен келіп орнын толтырады. Қорек заттың құрамында су тек судың бір жалғыз көзі ғана емес, сонымен қатар организмде жиналған май қорының тотығуының нәтижесінде де пайда болатын сумен қамтамасыз етеді. Құстардың көп бөлік түрлері суды ішпей-ақ әдеттегі зат алмасу арқылы суды үнемдей алады. Ариттік немесе шөлді жерлерде мекендейтін құстардың су алмасуға бейімделуі өзгеше. Құстардың жоғарыда қарастырған бүйрек құрылымдары, функциялары, ерекшеліктері
олардың организмдегі суды үнемді жұмсалуына алдын ала жағдай жасайтынын көрсетеді. Есептің бөлінуі гиперосмостық. Бұл тек құстар мен сүтқоректілерге тән. Су алмасу үнемділігі соншалықты тиімді шөл далалық кейбір түрлерінің су тапшылық жағдайына байланысты қосымша физиологиялық бейімделушілік байқалмайды. Су тапшылығына шөл құстарының жоғары төзімділігін қамтамасыз ететін нақты физиологиялық механизмдер айтарлықтай әртүрлі және кей кездері жеке түрлерінде түрліше көрінеді. Құстардың су алмасуы әсіресе ылғал жетіспеуінің жағдайында зат алмасудағы суды пайдалану үлкен маңызға ие болады. Яғни май қорының жинақталуына байланысты. Әрине су тапшылығын жалпы ылғалдық балансынан зат алмасу суының рөлі организмде жоғарылайды. Алайда су тапшылығы жалпы мөлшерде зат алмасудың су пайдалану орнын толықтыру мүмкін емес. Мысалға, алдарыңыздағы шөл бозторғай түрлерінде құрғақ қорекпен қоректеніп ішетін су жоқ жағдайында да әр күндік су тапшылығы қолданылатын зат алмасу судың мөлшерін 0,6 граммға жоғарылатады. Шөл даладағы құрлар осыған мынау дуадақ болады, түйеқұс, осы шөл даладан құстары. Шөл даладағы құрлар осыған ұқсас заттарды зат алмасуды жұмсалатын судың шамамен жартысын ғана орнын толтыра алады. Сондықтан аридтік аудандардағы құстардың зәр шығару бөлімінде ресорбция деңгейінен анықталатын бүйрек аппаратының қызметі маңызды рөл атқарады. Құстар организмнің әрдайым деградациясына ұшырауы шумақ ұзындығы мен маммалияға типтес нефрондардың салыстырмалы және абсолютті санының артуымен сипатталады. Жалпы клоака мен тоқшекте ылғалды ресорбция механизмі ішектің шырышты қабаты арқылы судың осмостық ағуымен байланысты өтеді. Бұл процесс градиенттік жоғарылауынан организм деградациясы кезінде жылдамдайды. Клоакалық ресорбция аридтік жағдайда мекендейтін құстардың бейімделуіне маңызды рөл атқарады. Қорыта айтқанда, аридтік аймақта тіршілік етуіне байланысты су тапшылығының жоғары деңгейде тұрақтылығына құстардың бейімделушілік тән. Мысалға, Сахара шөлінде мекендейтін Амадина 15 тәулік су бермей құрғақ дәнмен қоректендірген жағдайда да нашарлану байқалмаған. Тәжірибе кезінде құстың салмағы шамалы төмендеген. Олардың су алмасу қажеттілігін толықтай метаболистикалық су қамтамасыз еткен анық. Яғни майдан ыдыраған су қамтамасыз етеді. Жалпы сондай-ақ тұз алмасудың да реттелуі ерекше. Су алмасу минерал тұздардың алмасуымен тікелей байланысты. Эколого-физиологиялық көзқарас бойынша ең алдымен организм деградациясымен немесе сумен және қорекпен енген тұздардың артық мөлшерін ұлпадағы сұйықтық пен плазманың осмостық концентрациясы бұзылуымен анықталады. Яғни толығымен ұқсас физиологияларды әсерлері туындайды. Көптеген шөл құстарында тұзды су қоймаларынан су ішуге байланысты күрделене түседі. Кейбір құстарда арнайы тұз бөлетін бөлім қалыптасқан. Соның арқасында ол денесіндегі тұз қалпына келеді. Жалпы тұз бездері денедегі артық тұзды бөліп шығарып отырады. Қорыта айтқанда, бүйректің қызметінің күрделілігі жалпы құстарда тіршілік зат алмасу заттарының уақытылы сүзіліп реттеліп отыруын қамтамасыз етеді.